Өзгеріс ойдан басталады. Шынар Әбілда аудармаларынан. Қазір ғана қанатын жайып, ұшып жүргендей еді. Бәрі тамаша болған. Әрдайым солай бола беретіндей көрінген. Әп сәтте зәу биіктен жердің түбіне құлайды. Күтпеген жайт. Бәрі бітті. Шұңқырдың түбінде отырып адам ойланады. Енді өмір бақи осында қаламын-ау дейді. Өмір өзгермелі екенін ұмытпау керек. Егер ұшып көрсең демек, ұшуды білесің. Тағы да ұшаласың. Бір рет бақытты өмір сүрсең, тағы да бақытқа қол жеткізе аласың. Мидың өзі қажет бағдарламаны еске түсіреді. Навигатор жолды тауып береді. Ал тағдырдың құбылмалы екенін өзің де байқадың. Егер еш себепсіз шұңқырға құлатса, ендеше дәл солай сорып та алады. Егер сәл тырысып көрсең, бәрі жақсы болып кетеді. Әрине, бұған сену қиын. Ив Сен Лоран жындықханаға түскенде қайда келгенін түсінбеген. Есінен адасып, күйзелістен қиналып, жындықханаға түседі. Арықтап, салмағы 40 келіге дейін түсіп кетеді. Бұл адамның сүйектерінің салмағы. Бақытты балалық шақ, мейірімді анасы, қамқор әпкелері. 19 жасында тұңғыш көрмесін өткізді. Диор сән үйіне жұмысқа алынады. Баспасөздегі мақтау, қырғын ақша, сауық сайран, ақсүйектер ортасы. Сосын бәрі бітті. Соғысқа аттандырылады Алжирге. Мұның алдында екінші коллекциясы бүтіндей күйіп кетті. Бәрі аяқ астынан. Әскерге алынған сезімтал жігіт естен адасады. Күйзеліске түседі. Содан оны жындықханаға кеп қамайды. Бір күні досы Пьер Бержі халін сұрай келеді. Ол Сен Лоранға Диордан жұмыстан шығарылғанын айтады. Есінен адасқан, жолы болмайтын ақымақ кімге керек? Қылау деген осы. Бәрін жоғалтты. Дым қалмады. Өле салуға болар еді. Бірақ сол жаңалықты естіген соң, Ив Сен Лоран бірден ес жияды. Диор компаниясын сотқа береді. Сотта қомақты қаржы жеңіп алады. Сол қаражатқа өзінің сән үйін ашады. Міне, осыдан бастап ол шындап атақты болады. Шындап байып кетеді. Бірақ ол аздап
ырымшыл боп кетеді. Әр көрмесі болған сайын ең алдымен модел қыздың мойнына қызыл жақұттан жасалған жүрек алқаны тағатын, көз тимесін деп. Бәрі жақсы өтеді деп сенетін. Ол тағдырға сенді. Тағдыр кез келген сәтте құздан құлата салады. Қаласа, бұлттан асыра ұшырады алатын. Өмір әп сәтте өзгере салады. Мұны естен шығармаған абзал. Тағы бір нәрсені есте сақтаған жөн. Егер бұрын ұшып көрсең, онда қайтадан ұшасың. Себебі миыңда ұшу деген қызмет орнатылған. Қолынан келеді. Өзіңді құтқаратын әрекетті жаса. Тағдырды өз қолың ал. Мейлі, шұңқыр терең болса да, күйзеліс ауыр түссе де, сен тырса бер. Шұңқырдың түбіне түскенде, жақсылап кері итерліп, сыртқа шық. Жоғалтатын түк қалмағанда, салмағың сүйектің салмағындай болғанда, қайта ұшуға болатынын ұмытпа. Егер тағдырың құбылмалы болса, ақ жолақты қара алмастырса, басыңа күн туса, сәлден соң күн шығады. Өзгеріс басталады деген сөз. Ив Сен Лоранның психикасы да құбылмалы еді. Біресе күйзеліске түсетін, біресе ерекше шабыттанып, елде жоқ сән үлгілерін сызатын. Қиналған сәтте ұмытпағын. Егер тағдыр кенеттен бәрін тартып ап қойса, дәл солай кенеттен еселеп бере салуы мүмкін. Әрине, бұл әңгіме ажалға қатысты емес. Мәңгілікке кеткендер туралы емес, тек өмірдегі жеңіліс хақында. Жеңіліс жаңа жолдың бастауы болуы әбден ықтимал. Егер өзің қимылдап, әділдік іздесең, өзіңді құтқаруға әрекет жасағаның. Автор Анна Кирьянова.